Ассалаумағалейкум достар, сендермен бірге мен Мерлин. Достар, өздеріңіз байқап отқандарыңыздай мінекей менде көптеген өзгерістер, жаңалықтар болып жатыр. Достар, барлықтарыңа рахмет айтамын, осылай қолдап, құрметтеп, осылай ашақта көріп қалсаңыздар, Тарбога Мерлин деп қолдап жүргендеріңізде менде қазіргі таңда 230 подписчикке 5-6 подписчик қалды. Давайте осы видеоға тіркелуді ұмытып кетпеңдер. Алдағы уақытта енді менің мақсатым 300-400 подписчикке жету. Қазіргі кішігірім мақсатым менде 250 подписчикке тезірек жеткізу. Вот достар, лайк басып каналға тіркеліп кетіңдер. Ал достар, бүгін мен өзім видеоролигіме, разговорный видеоролигімді бастаймын. Алып кеттік. Достар, прикиньте, на каткада бізде нуб казах дейтін бала Ненриксті танитын боласыздар. Яғни алдыңғы видеода кішігірім енді Ненрикс туралы айтқан болатын. Вот достар, короче, егер Ненрикс осы видеоны көріп отырсаң, комментария жазып кет. Без завиди, если алдыңғы видео туралы. Ну, да. Вот достар, көріп отқандарыңыздай менде жаңа имиджі достар. Рахмет достар, егер бүкіліңіз көбісі айтып жатыр, құтты болсын деп, барлықтарыңа рахмет. Және бұл имиджді мен қаяқтан алдым, неше теңгеге алдым, бүкілін айтып беретін болсам, мен телеграм каналда, яғни Сико дейтін баладан, короче, арзанға алдым, бағасын айтпай қоямын, бірақ нормальный бағаға алдым. Вот. Бұл имиджде өте қатты ұнағандығы, өте бір емес, екі ава шапка, потом аид стилінде бозалар бар, міне. Вот, короче, потом хэллоуинский, міне киіп менде хэллоуинский скин, потом тағы зимний скин бар, аниме скин бар, тағы да шапка скины бар. Әйтеуір менде өзімде түсінбедім. Вот көп скиндер бар екен. Вот достар, маған өте қатты ұнады. Вот достар, мынау РП сіздерге ұнап жататын болса, достар, описаниеға қалдырып кетемін. Осы видеоға примерно 30 лайк жинап кетсеңдер, описаниеға қалдырып кететін болам. Қазақстанский ресурс пак. Вот достар. Енді достар, келесі жаңалығым достар, менде костюм туралы, костюм туралы кішігірім айтып кетейін. Ол жақта да өте күшті обнова болайын деп жатыр, және мини обнова болды. Осы қараша айының басында бізде мини обнова болған. Ол мини обновада мен не қостым, то есть біз не қостық, яғни мини обновада біз байбок сетін қостық. Бок сеті кім біліп білмейді, короче, сондай грифке арналған күшті заттар. Яғни оны сендер 22 000 коинға сатып аласыңдар. Ойындағы ақша коин деп отқаным. Вот. Короче, солай сатып аласыңдар, короче. Тағы бізде костюмде достар, бізде Jobs қосылған болатын. Jobs'та бізде үш жұмыс қосылды. Яғни ағаш өңдеу, тазалаушы деген сияқты. Вот. Лайк басып каналға тіркеліп кетіңдер достар. Енді видеоның тақырыбында байқап отқандарыңыздай, мен онтик көш бастаған Казфэмилиге кірген болатынмын достар. Оған қалай кірдім, не үшін кірдім, бүкілін айтып берейін. Ең алдымен қалай кіргенімді айтайын. Онтик видео салды, одан кейін мен сразу онтиктің WhatsApp-на жаздым, кіруге бола ма деп, және мен өзімнің осы каналының ссылкасын жібердім. Және де ол маған сайсың деді, яғни бола аласың деді да, өзінің Казфэмилиге алды, короче. Вот достар, енді не үшін кіргенімді айтайын. Казфэмилидің негізгі мақсаты достар, бізде белгілі бір ютуберлер келеді, яғни 150 подписчиктен жоғары және активный, адекватный ютуберлер келеді, қазақ ютубында жүрген. Вот. Олар бүкіліміз бірге ютуб түсіреміз достар. Бүкіліміз бірге ютуб түсіріп, соқта дамуымыз қажет. Егер достар дамып атағыңды шығарып алғаннан кейін, онтиктардың қасында, біздің қасымызда жүріп атағыңды шығарып алғаннан кейін кланнан шығып, кландағы адамдарды менсінбей кететін болсаңдар, кландағы балдармен ешқашан араласпай кетесіңдер, және де Казфэмилиге қайтадан кіре алмай боласыңдар. Яғни негізгі мақсаты достар, бүкіліміз бірге ютуб түсіріп, бірге короче, контент создавать ететін боламыз достар. Вот, Казфэмилидің негізгі мақсаты осы, бірге даму.
Вот достар, мақсатым Қас Family балдарымен бірге дамып, бірге өркендеп, қазақ мкпсін дамыту болды мақсатым. Ондай ешқандай ештеңем жоқ достар. Вот достар, осылайша мен Қас Familyге кірген болатын достар. Егер де сендерде кіргілерің келсе, Қас Familyге 150 подписчиктен жоғары балдар керек. Активный, адекватный, оформлениесі жақсы монтажбен видеолары сапалы болуы тиіс. Ал достар, сендермен болған Мерлин амандықта жүздескенше достар. Видеоны до конца қараған жандар болса, от души рахмет. Осы видеоға лайк басып, каналға тіркеліп кетіңдер. Алдағы уақытта қызықты видеолар шығады деген ойдамын.